Ыстық күнде шөліңізді басатын өте дәмді ташкентский шай дайындаймыз. Маралмен бірге болып видеоны соңына шейін көріңіздер. Жақсылап жуылған лимонымыздың екі шетін турап алып тастаймыз, және де бір бөлігін жіңішкелеп турап шығамыз. Ташкентский шай дайындау үшін бізге нават, апельсин, лимон, жалбыз жапырақтары және қызыл шай, көк шай қажет болады. Ішінде сеткасы бар шайнегімізге қызыл шайымызды салып, демдеп аламыз. Шай демдейтін шайнегімізге көк шайымызды саламыз. Алдымен апельсинімізді, сонан соң лимонымызды саламыз. Және де жалбызымызды қолымызбен осылай мұжғылап саламыз. Сол кезде біздің шайымыздың дәмі өте ерекше болып шығатын болады. Наватымызды салып, алдын ала демдеген қызыл шайымызды құямыз. Қалғанын ақ қайнаған судан толтырып құятын боламыз. Барлығы біркелкі болу үшін қасықпен кішкене араластырып жібереміз. Біздің шайымыз дайын. Ыстық күнде міндетті түрде шөлдеріңізді қандырады. Жасап көріңіздер.